содан байқағаным, қанша энергия құясың, сонша сен аласың. Мына сен алманың согын ішу үшін сен блендерге алманы құясың, алманы саласың ғой. Және де сол нәтижесін алманың согын аласың. Ал егер де сен алманың согын ішу үшін жеміс аузыма келіп түс деп, жеміс піс аузыма келіп түс деп диванда жатсаң, саған ешкім сок әкеліп бермейді ғой. Сен алманың согын алу үшін сен блендерді аласың, оны қақтырасың, алманы аршисың, алманы блендердің ішіне саласың, содан кейін барып алма согын аласың. Міне, сен ниет еттің, одан кейін оймен соны ойладың, ананы істеу керек деген сияқты. Содан әрекет еттің, блендерді алдың, қақтырдың, алманы салдың. Содан кейін барып ол нәтиже береді. Ол нәтиже бермейді деген сөз жоқ. Ол әрқашан нәтиже береді. Әрі ниет және әрекетке әрқашан нәтиже болады. Сол сияқты бізде әртүрлі нәтиже болады. Біздің дәл қазіргі біздің состояниеміз, дәл қазіргі біздің ситуациямыз кешегі күннің ойдың нәтижесі, кешегі әрекеттің нәтижесі. Бізге кей кезде мынау негативный болып жатыр деп бөлеміз. Ал ол сен кешегі ойының, сенің негатив кіріп кеткен, негатив ойлаған ойының бүгінгі күннің нәтижесі болып жатыр. Кешегі істеген ісіңнің бүгінгі күннің нәтижесі болып жатыр. Неге бұндай ситуация болды, неге менде бұндай өмірімде бұндай пайда болды, неге менің өмірімде болып кетті деп таңғаламыз. Таңғалмау керек. Бұл кешегі ойдың нәтижесі, кешегі әрекеттің нәтижесі бүгінгі. Ал енді сен ертеңгі күнгі нәтижең жақсы болсын десең, қазірден бастап сен не істеуің керексің? Жақсы ой ойлап, жақсы әрекет істеп, сол арманыңа жету үшін әрекет, ой, жақсы оймен дән егуің керексің. Содан кейін барып сен жақсы нәтижеге қол жеткізесің.